Укринформның бір хабары. Латвия Украинаға 155 миллиметрлік артиллериялық снарядтарды жіберді дейді. Латвия емес, Литва екен. Литва Украинаға әскери көмектің тағы бір партиясын тапсырды. Оның ішінде 155 миллиметрлік артиллериялық оқ дәрілері бар дейді. Білесіздер, қазір жаңағы Украинаға қару жетіспей жатыр. Бұл ақпарат Foreign Affairs журналында жарияланды. Украинада уақыт таусылып барады деген ақпарат. Бұл енді сөздің шыны Киев ақштың көмегінсіз Ресейдің әскери әлсіздіктерін пайдалана алмайды дейді. Яғни Киев Украина Американың көмегінсіз соғыста жеңе алмайды деген сөз. Бұл енді тым жағымсыз хабар енді. Тым жағымсыз хабар. Және бұл Foreign Affairs'те жарияланып отыр. Енді жүректі ауыртатын хабар, амал жоқ. Жүректі ауыртатын хабар, амал жоқ. Көз алдыма, менің көз алдыма орыс басып алған кезде шар құрып қару іздеп кеткен қазақ хандығы елестейді ғой. Kyiv Independent. Ukraine war leads. Allies collect funding to purchase 800 shells for Ukraine. Czech president says дейді. Көрдіңіз ба, Украинада соңғы соғыс хабарлары. Одақтастар Украина үшін 800 мың снаряд сатып алу үшін қаржы жинайды деп мәлімдеді Чехия президенті. Міне, бұл енді аса жағымды жаңалық. 7 наурыздағы маңызды оқиғаларды сіздерге қысқаша жеткізіп жіберейік. Одақтастар Украина үшін 800 мың снаряд сатып алуға қажетті қаржыны жинайды. Ұлыбритания Украинаға 10 мың ұшқышсыз ұшақ сатып алуға 416 миллион доллар бөлуге уәде берді. Губернатор Купянск ауданынан міндетті түрде көшірілетінін хабарлады. Үндістандық еркектер Ресей үшін соғысуға мәжбүр болуда. Литва барлауы. Ресей Украинамен кем дегенде 2 жыл осындай қарқындықпен соғыс алады деп мәлімдеді Литва барлау қызметі. Ал Чехияның президенті Петр Павел 7 наурызда Норвегия Чехияның Украинаға 800 мың артиллериялық снаряд сатып алу жөніндегі бастамасына қосылғаннан кейін қажетті қаражат жиналғанын айтты деп хабарлайды Чехияның ST24 басылымы. ақш-тың Украинаға бөлетін 60 миллиард долларлық көмегі Конгресте тоқтап тұрғандықтан Украина қарулы күштері оқ-дәрі тапшылығына ұшырауда. Бастапқы айда бұл басты көрінбеген, қазір көрінуде. Өйткені ол бастамаға қажетті қаражат бөлінгенге дейін 500 мың 155 миллиметриялық снарядпенен 300 мың дана 122 миллиметриялық снарядты Еуропадан тыс жерден тапты. Павел Чехия бастаған одақтастарының бастамасына 18 ел қатысқан және апталардың ішінде Украинаға оқ-дәрілерді алатынын айтты. Бұл жерде қараңыздар, 500 мың дана 155 миллиметрлік снаряд және 300 мың дана 122 миллиметрлік снаряд. Енді бұған бірнеше апта уақыт керек деп отыр. Норвегия бұл бастамаға 1,6 миллиард Норвег кронын қосты. 153 миллион доллар екен. Соңғы салымшы болды. Басқа салымшылардың ішінде де, оның ішінде Нидерланд, Бельгия, Германия, Латвия және Канада бұл бастаманы көпшілік алдында мойындап қолдаған болатын. Енді бәрі біздің компанияларменен қорғаныс министрлігінің барлық үдерісті көмек жетілдіру қабілетіне байланысты болады деді Павел. Яғни, енді қаржы табылды, енді ары қарай бұны жеткізу дейді. Оқ-дәрілердің тапшылық жағдайында Украина 17 ақпанда Донецк облысының маңындағы майданда жаңағы Авдеевканы тастап шығуға мәжбүр болған болатын. Яғни Авдеевканы орыстар басып алды. Міне, бұл осы соғыс туралы біздің соңғы жаңалығымыз. Мен халықаралық серіктестерді Ұлыбританияға осы күшке қосылуға шақырамын деді. Ұлыбритания Латвиямен бірге Украинаның арсеналын нығайтуға бағытталған ұшқышсыз ұшақтар коалициясын басқарады. Дрондар Украинаның Ресейге қарсы қорғанысының негізгі құралы болды. Зеленский дрондар бойынша Ресейден озып кету 2024 жылғы басты басымдықтардың бірі екендігін айтты. Зеленский сондай-ақ 6 ақпанда Украина қарулы күштерінің ұшқышсыз
дрондарға арналған жеке бөлімшесін құру туралы жарлыққа қол қойды. Ол арнайы дрондарға арналған қондырғыларды құруға, өндірісті нығайтуға, оқытуды арттыруға және инновацияларды енгізуге бағытталған болатын. Ендігі орыс пен Украина соғысындағы бірінші қару дрон болады деп отыр. Иә, қазіргі соғыста енді шынында да бұл енді өте маңызды. Өте маңызды. Қазіргі соғыс дрондық соғыс болды ғой, шыны керек. Енді сіздерге осы соғыс туралы айтып отырып бір тарихқа бір болжал деймін, қайталай бір көз жүгіртіп жіберейік. Мына кешеден бері мен бір материалдарды оқып жатырмын. Ол материалдарда мына Путин менен Гитлердің ұқсастығы туралы. Негізінде мен оны бір мақала қылып жазайын деп бастағам. Бірақ осы сол мақала қылып жазып шұқшиып, оны көз майын таусып біреулер оқып отырғанша, осыны сол мен өзім сіздерге айтып ақ берейін дедім. Ал онда мен Гитлер мен Путиннің ұқсастығын айтайық. Гитлер мен Путиннің ұқсастығы. Сіздерге мен бұл ақпаратты әдемілеп отырып түсіндірейін. Жұрттың бәрі біледі. Бірінші дүниежүзілік соғыста Германия жеңілді. Содан кейін бұл келісім шарт, Версаль келісім шарты дейтін келісім шарт жасалды. Германия бұл келісім шартқа мәжбүрлі түрде қол қойды. Егер бұл келісім шартқа Германия қол қоймаса, онда сол кездегі Еуропаның жетекші елі Англия, Франция, Германияда біз соғысты жалғастырамыз, сенің шығының бұдан арман арта түседі деді. Шарасыз қалған Германия Версаль келісім шартына қол қойды. Енді қараңыздар, бұл Версаль келісім шарты дейтін келісім шартты мынау тарихты қызығып оқитын адамдар зерттесе болады. Яғни бұл келісім шарт ендігіде мысалы Ресейге де екінші бір Версаль келісім шарты сияқты келісім шарт қол жасалып жатқан болуы бек мүмкін. Ол деген не? Демилитаризациялау, яғни әскери сіздендіру. Версаль келісім шарты. Бұл жерде бір маңызды жер бар. Бұл енді Германияның Франция, Бельгия және Нидерландпен шектесетін жерінде Рейн дейтін бір аймақ бар. Рейн. Жаңа немісше Рейн деп жазылады. Жаңа бұл Рейн аймағы Германияның Франция мен Англия мен Нидерландпен шектесетін жері. Германия үнемі тұтқиылдан әскерін жиып, осы аймақ арқылы табиғаты, жолы, жаңа әскери мобилизацияға қолайлы, яғни зор көлемдегі армияны жөткеуге қолайлы.